Олимпиадалық ойындар бұл 200-ге жуық ел қатысатын және 4 жылда бір рет өткізілетін бүкіл әлемдік спорттық жарыстар. Алғашқы заманауи олимпиадалық ойындарды 1896 жылы Грекия королі Георг I Афинада ашты. Бұл ойындар өте сәтті өтті, алайда бүкіл әлемдік деңгейге шығу үшін бірнеше ойындар өткізу қажет болды. Заманауи олимпиадалық ойындар алғаш рет Олимпия қаласында өткізілген ежелгі олимпиада дәстүріне негізделген. Олимпиадалық ойындардың мақсаты бейбітшілікті, теңдікті және достықты нығайту. Қазіргі олимпиадалық ойындардың бағдарламасына 28 жазғы және 7 қысқы спорт түрлері енгізілген. Олимпиада символы 5 жүзік, 5 құрлықты білдіреді. Ашылу салтанатында спортшылар олимпиадалық ант береді. Олимпиада оты жанады және олимпиада жалауы көтеріледі. Мына дискобол секілді ежелгі олимпиадалықтар жалаңаш жарысқан. Марафон қашықтығы бұрын 40 километр болған. Бірақ 1908 жылы Лондонда өткен ойында 42 километр 195 метрге ұзартылған. Себебі Виндзор сарайының ханшайымы Мэри марафонды терезесінен көргісі келген. Американдық атлет Джесси Оуэнс 1936 жылы Берлинде өткен олимпиадада 4 алтын медаль жеңіп, жұлдыз атанды. Себебі ақ нәсілдің басылымдылығы туралы гитлерлік идеологияға үлкен соққы болды.